Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте тойымды жұп-жұмсақ пирог дайындайтын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Мен осы пирогтың дайындалуына қажетті заттардың барлығын описанияға өлшемімен жазып қойдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен біз жылы сүтімізге ертілген сары майымызды, жұмыртқамызды, шекерімізді, бір шай қасық дрожжымызды, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып апара дайындап аламыз. Осының барлығын жақсылап араластырғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін біздің апарамыз осылай көтеріле бастайды. Содан кейін ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бізде осындай қамыр дайын болып шығады, қолға жабысқақ. Осы қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге жіберетін боламыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз осылай көтерілуі қажет. Осы көтерілген қамырымызды 3 бөлікке бөліп, осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Осы формаларымызды ұнның көмегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Үшеуінің формасы бірдей болуы қажет. Осы жайылған қамырдың арасына үйде қандай варенье бар, соны жақсаңыздар болады. Мен өрік вареньесін жақтым. Осылай арасына жаққаннан кейін бірінің үстіне бірін орналастырып шығамыз. Соңғы 3-ші бөлігін осылай бетін жауып орналастырамыз. Содан кейін дөңгелек осындай стаканның көмегімен форма келтіріп алдым. Осылай видеода көрсетілгендей етіп 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Осылай 4 бөлікке бөлгеннен кейін қағаз төселген табамызға осы қамырымызды орналастырамыз. Осы 4 бөлікке бөлгеннен кейін арасын осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Мен гүл тәріздес форма жасайын деп жатырмын. Осылай барлығын майда бөліктерге бөлгеннен кейін осындай орап форма келтірсеңіздер болады. Өте әдемі гүл тәріздес болып шығады. Осындай форма келтіріп алғаннан кейін 15 минутқа сәл көтерілуге қойып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай жақсы болып көтеріліп шығады. Осы қамырымыздың үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің осымен пирогымыз дайын. Осылай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Біздің пирогымыз осымен дайын. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Карина. Баршаңызға ас болсын.